Салем достар, әрбір елдің әскери күштері бар. Олардың әрбірінде өздеріне сай қиын жаттығуларда болады. Бүгінгі видеода әлемдегі ең қиын әскери жаттығуларды көрсететін боламын. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Ендеше кеттік. Малайзия, Оңтүстік Корея, Индонезия, Жапония, Сингапур, ақш және Таиланд сияқты 7 мемлекеттер бірлестігіндегі жаттығуларда джунглиде жасап қалу бұйрығы қойылды. Әскерлер кобра қанын ішіп, өрмекші жеді. Жапон, кореец және тай әскерлеріне бұл қиынға соқпайды, ал америкалықтарға өте қиын болады. Әскерлер шынымен ешқандай тамақ жоқ жағдайға түсіп қалуы әбден мүмкін, және сол кезде ештеңеден жіркенбейді. Алайда кобра қанын ішу үшін алдымен кобраны өлтіруі керек, және сонымен қатар қайсы жәндіктерді жеу және уланып қалмау үшін анықтап алуы керек. Әскерлер жеуге жарайтын өсімдіктерді де үйренеді, оларға бақа да ұсынылады. Алайда бұлардың барлығы кобра қанын ішкен әскерлер үшін балалар ойыны сияқты әңгіме. Тайвандық әскерлерді де қиын сынақтан өткізеді. Кобра қанын ішу олар үшін сынақ емес, сыйақы сияқты. Бұларға нағыз әскер болу үшін не істеу керектігіне қараңыз. Олар 50 метрлік тасты жолдан сүйреліп өтуі керек. Бұл аспанға жол деп аталады, және оған барлық әскерлерді қабылдамайды. Себебі оны барлық әскерлер орындай алмайды. Әлемдегі кейбір армияларда қиын жаттығуларды жүзеге асырады. Олар алыс шақырымды батпақ жолда белгілі бұйрықтарды орындаған күйі сүйреліп өтуі керек. Бұл оңай болып көрінуі мүмкін. Алайда әскерлердің 1% ғана барлық бұйрықтарды дұрыс орындап өте алады. Қазір сіз индонезиялық әскерлердің жаттығуын көрудесіз. Олар айналасында оқ жауып тұруына қарамастан батпақтан сүйреліп өтуі керек. Қытай әскерлерінің жаттығулары шынайы соғыстан кем емес. Бұл әскерлер ойын ойнайды. Шұңқыр айналасына 5-6 әскер шеңбер сияқты тізіліп тұрады, және бомбаны алып барлығы бір-біріне өткізеді. Және бомба жарылуға жақын қалған кезде әскерлердің біреуі бомбаны шұңқырға тастап, бомбаның жарылуынан қашып қалуы керек. Бұндай ойында бір рет қате жасау қымбатқа түсетіні анық. Вьетнамда әскери сынақтарға тек қана армиядағылар ғана емес, полицейлерді де шақырады. Бұл жақта сіз семіз полицей қызметкерлерін көп көрмейсіз. Бұлардың қандай қиын сынақтардан өтуіне қараңыз. Олар шегелер үстіне жатады, және олардың үстінде тастар және бетон плиталарды сындырады. Мойнымен арматураларды иеді. Солтүстік Корея әскерлеріне келетін болсақ, олардың жаттығуларының негізі таэквондо. Олар кез келген уақытта жауларымен қалай соғысуды жақсы біледі. Бұл әскерлердің қолынан не келетініне қараңыз. Олар өз қолдарымен бірнеше кірпішті сындырып тастауда, анық саусақ соққысымен лампаларды сындыруда, арматураларды иіп тастауда. Бұл әскерлер ештеңеден қорқпайтын сияқты. Шынайы әмбебап әскерлерді көру үшін алысқа бару шарт емес. Ресей әскерлері жаттығу барысында от, су және құбырлардан өтуі керек. Әрбір күн 50 килограммдық жүкпен 10 километрлік жүгіруден басталады. Кейін олар шеңбер жаттығуына өтеді. Бұлар саусақта және жұдырықта жатып тұру, тізерлеп отыру және секіріп тұру, пресс жасау және тас лақтырудан тұрады. Бұлардың барлығы демалыссыз орындалады.
Достар, видео сонымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BN KZ арнасы.